Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 64-ші бетін ашамыз, балалар. Балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын сөз. Тағам және сусын бөлімі. 28-ші сабақ. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту. Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Балалар, есімізге түсірейікші, сөз неден жасалатын еді? Сөз дыбыстардан жасалатын еді, иә, балалар? Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Соңына қажетті тыныс белгілері, нүкте, леп белгісі, сұрақ белгілері қойылады. Бірінші сөзі бас әріппен бастап жазылады, балалар. Балалар, ендеше осы кітабымыздың бірінші жаттығуына назарымызды аударайық. Мәтінді оқиық. Ақлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам. Сүтті қайнатып, ірітіп, ақ ірімшік етіп алады да, ыстық қалпында оған май салып араластырады. Ақлақты қарттар мен сәбилерге береді. Жеті қазына кітабынан алынған. Ал балалар, ендігі тапсырма. Қарамен берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. Мәтінді басшылыққа алып, ақлақ тағамының рецептін жасап көр. Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір, дейді. Балалар, мұқият қарайықшы, қарамен берілген сөздер қайсы бұл жерде? Әрине, ақ және ыстық деген сөздер, балалар. Кәне ойланып көрейікші. Ақ және ыстық сөздеріне қарама-қарсы сөздері не еді? Кәнекей балалар, ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Ақ сөзіне қарама-қарсы сөз ол қара, ал ыстық сөзіне қарама-қарсы сөз ол суық екен. Балалар, әрине сендерді тап осылай таптыңдар деп ойлаймын. Жақсы. Келесі, ақлақ тағамның рецепті. Бірінші, бізге не қажет екен? Қой сүті. Екінші, май қажет екен, балалар? Демек, сендерді тап осылай тапты деп ойлаймын. Осы тапсырманы жұмыс дәптерінің 17-ші бетіндегі бірінші жаттығуға көркем етіп, таза сауатты жазамыз, балалар. Келесі, екінші жаттығу көркем және таза жаз, дейді. Бұл екінші жаттығуды да дәптеріміздің 18-ші бетінде жазамыз. Ақлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам деп сауатты әрі көркем жазуымыз қажет. Келесі, үшінші жаттығу. Бұл да жұмыс дәптеріміздің 18-ші бетінде орналасқан. Өлеңді жатқа жаз, дейді. Демек, Тұрысбек Еділбаевтың құрт өлеңін біз жаттап алуымыз қажет екен. Өлеңді жаттап алып, оны жатқа жазамыз. Қатты құртты жейміз, дәмі қышқыл дейміз, салма артық күшіңді, сындырасың тісіңді, дейді. Әрине бұл өте оңай өлең. Тез жаттап аламыз да, оны жатқа жазамыз. Келесі,
Төртінші жаттығуға назар аударайық. Суреттегі көкөністердің атын тап дейді. Балалар, суреттегі көкөністерді түрі мен дәмі жағынан салыстырып көр дейді. Балалар, суреттегі көкөністердің аттарының барлығын сендер әрине білесіңдер деп ойлаймын, не? Және де бұл жерде түрі мен дәмі жағынан салыстырып көр дейді. Мысал үшін, пияз ащы, ал қызылша тәтті, қияр бұдыр, ал қызанақ қандай? Кәнекей, сендерге уақыт берейінші. Ал қанекей балалар, ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Пияз ащы, ал қызылша тәтті, қияр бұдыр, ал қызанақ тегіс. Қауын тәтті, ал лимон қышқыл. Банан тегіс, асқабақ бұдыр. Қарбыз дәмді, ал апельсин қышқыл дейді. Балалар, сендерді дәл осылай таптыңдар ма? Егер осылай тапқан болсаңдар, өте дұрыс, жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма 5-ші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді өз үйшіктеріне кіргіз дейді. Бірінші сөйлем қандай тапсырыс бересіз? Екінші сөйлем нанды неден пісіреді? Үшінші сөйлем астарыңыз дәмді болсын. Төртінші сөйлем мен бәліш жасай аламын. Бесінші сөйлем Нұрлан сарыағаш суы туралы мәтін құрады. Алтыншы сөйлем сенің жасаған салатың қандай дәмді дейді. Демек бізде балалар қараймыз, бізде міне 3 түрлі үйшік берілген екен, балалар. Біріншісі нүкте үйшігі, екіншісі сұрақ белгісі үйшігі, үшіншісі лепті сөйлем белгісі бар үйшіктер екен. Балалар, қанекей, жоғарыда берілген сөйлемдердің қайсы үйшіктерге кіргізесіңдер? Ойланып көріңдерші, қанекей. Ал қанекей балалар, ойланып көрген болсаңдар, тексеріп көрейік. Бірінші нүкте үйшігіне мен бәліш жасай аламын. Нұрлан сарыағаш суы туралы мәтін құрады. Сөйлемдері нүкте үйшігіне кіреді екен. Келесі сұрақ белгісі бар үйшігі. Оған қандай тапсырыс бересіз? Нанды неден пісіреді? Деген сұраулы сөйлемдер осы сұрақ белгісі үйшігіне кіреді екен. Келесі леп белгісі бар үйшікке астарыңыз дәмді болсын. Сенің жасаған салатың қандай дәмді? Деген сөйлемдер леп белгісі үйшігіне кіреді екен. Балалар, сендерде де дәл осылай болды ма? Әрине, жарайсыңдар. Сендерде де дәл осылай болды деген ойдамын. Балалар, ендеше қорытындылайық. Сендер осы сабақта бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жаздыңыздар. Сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді таптыңыздар деп ойлаймын. Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айттыңыздар. Солай ма, балалар? Жарайсыңдар. Егер сендерге түсінікті болса, өте жақсы. Ал егер түсінікті болмаса, осы сабақты қайтадан көрулеріңізге болады. Осымен сабағымыз аяқталды.